екен. Балалар бұрынғы өткен заманда бір әжей болыпты. Ол әжейдің бір қызы болыпты. Бір күні әжесі қызының әкесінің шапанын жамап отырып, сол шапаннан бір уыс мақтаның қиқымын шығарыпты. Сол кезде қасына қойып болған кезде қыз алыпты да, әже, мына заттың керегі жоқ, мен лақтырып жіберем депті. Сол кезде қызы барып, есіктен мақтаны лақтырып жіберіпті. Сол кезде қарап тұрса, сол кезде бір құс келіп, алып кетіпті мақтаны. Соның әжесіне жүгіріп келіп, әже, мақтаны бір құс алып кетті дейді. Сол кезде әжесі айтады, әне балам, көрдің бе? Әр заттың өзінің керегі болады. Ол мақтаны ұясына апарып, балапандарының астында жұмсақ болсын деп төсеп қояды. Балам, еш уақытта керексіз зат болмайды. Әр заттың өзінің орны болады. Міне, көрдің бе балам? Құстың өзі бір уыс мақтаны өзіне керегіне жаратып жатыр. Балалар, біз сол мақтадан, әжесі айтып жатыр бала қызына. Біз сол мақтадан не істейміз біз? Көрпе жасаймыз, көрпе жасаймыз. Үстімізге киім тігеміз, аяғымызға нәски тоқып киеміз. Көрдіңдер ме? Балалар, ол бізге өте қажетті зат. Әр заттың өз орны болады. Көрдіңдер ме, балалар?